Ауылдағы кісілер бұның күш қуатын сезінсін, көзбен көрсін. Мың рет естігеннен бір рет көрген ат дейді. Ерекше сұлу көріп татынды, дос қызым кетіріп жүр шатырды. Өзіңе барып басамын оқымды. Біз жүрген жол дұрыс болса саған үндемес едім. Сен алуға дайын болмасам мен гүл бермес едім. Сен дайын болмасаң маған вообще дым бермес едім. Енді самосвал қалай көтеріп төгетінін сіздерге нақты түрде көрсетейік, видеомен дәлелдейік. Жанымнан өтіп кететін елеске, сенің сұлулығыңды қосып елестеттім. Жоқ жарығым тағдырым қор болма, бірігіп шығайық белеске. Адамдарға қазір не десе де ұнамай, сондықтан да сезіміңді жаным қалама. Мойын қолаяқ қалдыра біздесе, жағыңа кірмей тұрама. Ассалаумағалейкум, құрметті достар, сіздермен бірге әдеттегідей Бамикс YouTube арнасы. Бүгін біз сіздерге керемет контенттерді көрсететін боламыз. Яғни осы трициклға дәл қазір характеристикасын толықтай айтып, және де осы кірпіштерді салып қанша килограмммен көтеріп алады, және қандай скоростьпен жүре алады, и күш қуатын толыққанды көрсететін боламыз. Ал кеттік ал. Енді қазір тиетін боламыз. Жігіттер, осы трициклмен біз Райымбек 509, яғни Ташкентский адресімізден бері қарай айдап келдік. 60 км сағат жылдамдықты ұстады максимально. Повышенныймен жүріп келдік. Енді бортын ашайық. Бортын ашып алайық. Бір жақ шетінен тиіміз. Маған көмектеседі өздеріңізге белгілі атақты Instagram жүргізушісі, блогер Ерназар бауырым көмектеседі. Вот. Ассалаумағалейкум. Ал, кеттік ал. Сіздерге енді бұны мына кірпіштің салмағы примерно сіздерге осыны айта кетейінші. Мына кірпіштің салмағы шамамен 3-5 килограмм салмақты беріп тұр. Осылар тейміз. Және де жігіттер, бұны айтпас бұрын борттарына кетейік. Міне, боковой борт ашылды. Және де артыда осылай ашылатын бот. Артыда және де аржақ шеті де, бірақ үш жақ шетте ашылатын бот жігіттер. Сіздерге жұмыстарыңызға аңғайлы. Любой жақтан теп, любой жақтан сүруге болады. Бұған жаздың күні ауыл шаруашылықтарында боқ, қи, шөп, тас, құм бәрін тейістер. Және де мынаған дополнительно үстіне қарай сетка жіберіп, үстіне балқы тастап, шөп теп алып, шөп тастаңыздар да бір 50-60 пресста алып кете береді жігіттер. Енді бұның дөңгелектерін айтсақ, әрине 3 дөңгелекті болғандықтан трицикл аталып тұр. 12-ші размердегі бұл покрышкалардың дөңгелектерінің размері 12 болып келеді. Самосвал өзі көтеріп, өзі сүретін болды. Ол жайлы қазір нақтырақ көрсетеміз. Осыны бекер тиеп атқан жоқ жігіттер. Осыны сіздерге көтеріп түсіру үшін, қанша жүру үшін, сол үшін түсіріп тиеп атырмыз. Ал, багының сыйымдылығын айтсақ, багының сыйымдылығы 25 литр. Бензин құясыздар, 25 литрмен уже біраз шаруаңызды тастайсыздар. Вес жаз жүресіздер ғой, жаз бойы. Ауылда картошка тасқанға, ауылда нағыз керек зат. Мешокпен санағанда примерно мынаған бір қанша мешок кетеді? Бір 25-30 мешок сей алады. Яғни бір мешокта бір 30 килограмм картошка болса, 40 килограмм ба? 40 килограмм болса 30 мешогымыз қанша болады? 120. 120 ма? 1 тонна өкеді ма? 1 тонна 200 килограмм салмаққа дейін алып жүре береді. Бұның максимально көтеру, яғни үстіне тиесеңіздер 2 тоннаға дейін өзі сүйреп алып жүре алатын күші бар. Ал көтеру жағына келсек, 1,5 тоннаға дейін бұл өзі көтеріп, өзі түсіре береді. Міне бортын жауып отыр қыштоп. Енді жартылай толтырдық, до конца толтыру үшін. Ерназар бауырында енді айта кетсін бұлдың характеристикаларын. Мен білмейтін жағын білетін шығар. Ерназар, микрофонды бердім өзіңе. Білгін сенде. Теп жұмысын жалғастырып кете берсең. Бұның алдыңғы дөңгелегінде амортизатормен болады. Пружинамен 4 амортизатор болады. Оң жағында 2, сол жағында 2. Ал артында болса рессормен болады. Арнайы жүк тасымалдауға арналған дықтан болғасын рессормен жасалынған ауыр салмақтарды көтеріп жүруге арналған.
Және мотор 250 кубты водяной охлаждениемен, радиатормен болады, антифризмен. Антифриз суытып отыратын вентиляторы және моторда помпасы болады. Обычный мотоциклдердің моторына ұқсамайды. Ауылдағы кісілер бұның күш қуатын сезінсін, көзбен көрсін. Мың рет естігеннен бір рет көрген артық дейді. Көрсетейік сіздерге. Видеоны тек қана қарап қана отыра бермей, лайк басып, комментарий жазып отырыңыздар. Осының бәрі сіздер үшін біздің трициклді көрсін деп келіп оқшайын осының заттар киіп жүр. Ыңғайсыз болмас үшін Ерназар бауырыма салмақпен бұқтырғандықтан ақырын жүрем. Ерназар Мұқанәң ерекше сұлу көріп татынды дос қызым кетіріп жүр Так, жігіттер, балшыққа салып көрек. Дөңгілік тіреледі. Балшыққа салып көрек. Біз жүрген жол дұрыс болса саған үндемес едім. Сен алуға дайын болмасаң мен гүлдемес едім. Сен дайын болмасаң маған вообще тым бермес едім. Ақырын. 1,5 тоннаға дейін көтере береді шамасы бал. 2 тоннаға дейін салмақты алып жүреді. Әдемі киноның ыстық кейіпкері жанымнан өтіп кететін елеске сенің сұлулығыңды қосып елестеттім. Жоқ жарығым тағдырым қор болма, бірігіп шығайық белеске. Адамдарға қазір не десе де ұнамай, сондықтан да сезіміңді жаным қалама. Мойын қол-аяқ қалдыра біздесе, жағыңа бермей көре алма. Дәл осылай пискоблокты басып алып, біз қазіргі таңда бірінші адрестен Б точкамызға, яғни екінші адреске келіп төгейін деп жатырмыз. Енді самосвал қалай көтеріп төгетінін сіздерге нақты түрде көрсетейік, видеомен дәлелдейік. Ал міне көріп тұрсыздар өздеріңіз, трицикліміз самосвал өзі төгіп жатыр. Төгу барысын сіздерге нақтырақ көрсетіп жатырмыз. Осылай үлкен көлемдегі кірпіштерімізді басып алдық, пискоблок максимальный түрде көтереміз. Во, әдемі. Как КамАЗ, жігіттер. Газельдің жұмысын атқаратын нағыз шаруашылықтың заты. Рейсорды көрдіңіздер, қалыңдықты. Үлкен көлемде. Мына жерде арнайы майдың бачогы тұр. Бұл майдың бачогы. Осыны көтеруге арналған. Давай, сілкіп жүр, сілкіп. О! Міне. Пустота, жігіттер, пустота. Полностью өзі көтерді. Полный бәрі ашылады, қайта түсіреміз енді. Ал, давай, Ерназар. Түсіретін кезде. Түсіретін кезде. Мына рычагты төмен қарай бассаңыздар, өзі автоматик түсетін болады. Түсу скоросты өте тез, көтеру скоросты өте тез болатын болады, жігіттер. Шап, жаңбырмен тамшыла. Бақыт солай, сол үшін қазір қамшыла. Үйтіп секіріп билеп жүрген биыл жолды қолдың мен секілді аңшыға. Армандаған күтті менде қазір үлкен көтердің. Сол қатердің ішіне келдім де сені өткелдім. Көңіл күйін көтеріп бергесін Құрметті достар, бүгінгі түсіріліміміз аяқталды. Міне трициклімізді жуып тазалап қойдық. Қазір мотосалонға барып қоямыз. Видеомыз ұнаған болса лайк басып, комментарий жазып, міндетті түрде ұмытпаңыз. Естай? Енді Ерназар бауырымыз екеуміз трициклмен қосып өзімізді жуынып алдық бірге. Әдеттегідей достарыңызға жіберіңіздер, лайктарыңызды басыңыздар. Келесі видеоны асыға күтіңіздер. Бізбен бірге болыңыздар.